Ассалаумағалейкум достар. Менің есімім Ерғали Дүйсен. Бұл менің YouTube каналым. Осы әңгімені соңына дейін тыңдап, пікірлеріңізді жазып, лайктарыңызды басып, мені қолдай отырыңыздар. Асыранды бала. Өмір, өмір. Өмір сырға толы қызық әлем. Жүрекке бірде қуаныш сыйлап, шаттандырса, бірде еріксіз мұңға бөлейді. Өмір ғажап, өмір тәтті. Өмір сұлулық пен үйлесімділікті талап етеді. Адам мен адамгершілікті қалайды. Бірақ біз осы жалған дүниенің қадірін білеміз бе? Қайталанып келмейтін, Алланың берген сыйын адамгершілік, имандылықпен неге өткізбеске? Ғажайып өмірді адамдардың неге жақсы көрмейтініне таң қалам. Айналадағы адамдарға қарасақ, бәрінің өз өмірі, тірлігі бар. Біреуі қиналады, біреуі қуанады. Біреуі дүниеге келіп жатса, енді біреуі қабірде жатады. Кейбір адамдар осының бәрін біле тұра, Алланың сынағына шыдамай, мен шаршадым, өмір сүргім келмейді дейді. Қандай жағдай болмасын, ақыл ойымызбен, сабырлылығымызбен жеңе білуіміз керек. Адам өмірі жеңіс пен жеңілістен, сәтсіздіктен, қайғы мен қуаныштан құралады. Міне, өмірдің өзі біле білсек, сонысымен қымбат. Айым, айым, айым дейім деген сіңілімнің даусынан селкеде қалдымда, жалт қарасам, қуаныштан жүздері бал-бұл жайнап, Марал жеше босаныпты. Марал жеше босаныпты дейім, саған не болған? Деп, ой үстінде отқан маған мәз болып қарады. Әрмен қарай жүгіре жөнелді. Бұл жаңалықты естіген менің көздерімнен жас тоқтамай аға берді. Білесіз бе? Бұл жаңалықты қанша жыл күткенімізді. Егер сізге қызық болса, әңгімемді басынан бастайын. Біз 5 ағайындымыз. Ең үлкен ағам Ержан, екінші ағам Сержан, әпкем Жанар, мен және сіңілім Жанайым. Әке шешеміз еңбекке жақын, нәпақасын адал еңбекпен тапқан қарапайым шаруа адамдары. Ата-анамыздың екеуі кішкентайымыздан егін егіп, мал ұстап, еңбекпен несібемізді тауып отыруға шақыратын. Отбасымыз үлкен болғанмен, ауызбіршілігіміз берік болды. Ата-анамыз әрдайым адал жолдан таймай, қысақысын жемей, кісі баласына қиянат көрсетпеуге үндеп отыратын. Уақыт зырғып өте берді. Бір күні қалада жұмыс жасап жүрген Ержан ағам үйленбекші болып келіншек әкелді. Мен ол уақытта мектепте оқитынмын. Ағамның талғамына іліккен жеңгеміз өте еңбекқор, тындырымды, бес аспап жан болды. Таңның атысы ерте тұрып, кеш батарда бір-ақ дамыл табатын. Осылайша жас келін ата-анамыздың да, біздің де, тіпті көрші қолаң мен ағайын туыстың да көңілінен шыға білді. Ауылда бізбен бірер ай тұрғанымен, кейіннен екеуі ата-анамыздың рұқсатымен қалаға жұмыс жасауға кетті. Сұлу, әрі пысық жеңгемізге үйреніп қалған біздерге олардың кетіп қалғаны қиын тиді. Жеңгеміз ауылға жиі келіп тұратын. Әрі келгенінде құр қол келмей, әке шешемізден бастап бауырларымыздың бәріне сыйлық әкелетін. Қаладан келе сала үй тірлігіне кірісіп, дәмді тағамдарда пісіріп, бәріне үлгеретін. Атанам келініне ақ батасын беріп, риза болып отыратын. Арада жылдар өтіп, мен де қалаға оқуға түсуге бардым. Мектепте үздік оқығанымның арқасында қалаған оқуыма қиналмай, грант жеңіп алдым. Бұған менен бұрын ағам мен жеңгем қатты қуанып, мені магазинге апарып, басымнан бастап аяғыма дейін киіндіріп, қаланы аралатып, қыдыртты. Үйленгендеріне біраз жылдың жүзі болса да, жеңгемнің құрсағына бала бітпеген еді. 2 бөлмелі үйде екеу ғана жылдар бойы өмір сүріп жалыққан болулары керек. Мен барып қосылғанымда қуаныштарында шек жоқ болды. Үлкен қыздары секілді бар қалауымды орындап, студенттік жоқшылықты сездірмеді. Бірақ баланың аты бала ғой. Дәрігер мен бақсы балгерлерді әбден аралап, табандары тозған олар соңғы кездері тіпті үміттерін үзе бастаған еді. Бар армандары балалы болу болғандықтан, олар үшін дүниенің ешқандай қызығы қалмай бара жатқандай. Бір-бірін шексіз сүйетін ағам мен жеңешемнің сезімдері бір перзенттің жоқтығынан көз алдымда суынып бара жатты.
Екеуінде өмір сүруге деген құлшыныс жоқ еді. Ұйқыдан тұрады, ас ішеді, жұмысқа барады, келеді. Бір жарқырап, әзілдесіп отыратын сәтін мүлдем көрмейтін болдым. Үміттерін үзген олар бір күні ешқандай ұрыс керіссіз ажырасу жайлы өзара шешім қабылдапты. Бірақ екеуі бір-бірін қимай, бір қалыпта тіршілік кешіп жаттық. Олар түгілі бізде олардың ажырасатындықтарына көңіл күйіміз түсіп жүрген еді. Ағам мен жеңешемнің мәселесі отбасымыз үшін шешілмес қиындыққа айналды. Әрқайсымыз іштей уайымдап қиналдық. Кісі баласына титтейдей зияны жоқ, аузын ашса жүрегі көрінетін осы бір екі жанның мәселесі жүрегіме қатты бататын. Мен кейде сабақтан соң, үйдің тірлігінен соң бір уақыт үй жақтағы саябақта ойланып отыратын едім. Өткен кеткенге қарап, Алладан сұрап, кейде өзімнен өзім жылап, әрі-сәрі күйде отырушы едім. Бір күні саябақтан соң қалың ойдың жетегімен саябаққа бардым. Саябақта әдеттегідей адам көп екен. Ағам мен жеңгем үшін қамығып, енді не болар екен деген ауыр оймен адам аяғы аз жүретін жеріне барып жайғастым. Қанша отырғанымды білмеймін. Әйтеуір күн ұясына батып, дала қарайып қалыпты. Адамдар да азайған. Орнымнан тұруға оқталып жатыр ем, менен кейінгі орындыққа қолында ауыр сөмкесі бар, жүзі жабыраңқы, түрі шаршаңқы, аяқ ауыр келіншек жайғасты. Түрі сондай шаршаңқы көрінді. Әлдекімге ренжулі екенін айтпай-ақ түсінуге болады. Орындыққа отыра сала ағыл-тегіл жылады. Мен кетіп қаларымды, я қасына барарымды білмей отырып қалдым. Келіншек ұзақ жылады. Аяғы ауыр жанның жылағанын көріп, жүрегім ауырып кетті. Не де болса көрейін деп жанына бардым. Қолымдағы сусынды беріп, жанына жайғастым. Бетіне орамал беріп, жұбатып едім, бірақ ол өте ұзақ жылады. Көңілінің қатты қалғаны көрініп тұрды. Әбден жылап болған соң, ішін өртеп бар жатқан бар сырын маған жайып салды. Менімен қатарлас қыз екен. Осы қаладағы медицина колледжінің студенті. Жігіті аламын деп алдап, жүктіліктің 6 айында ізім ғайым жоқ болып кетіпті. Ал бүгін ақшасын 2 ай төлемеген пәтерінен қуылып шыққан екен. Содан барар жері, басар тау таппай осында келіп отырған жай екен. Ол қыз жылап отырып, отбасылық жағдайында айтты. Анасы кішкентайында қайтыс болған, әкесі екінші анасы, бауырлармен бірге тұрады. Ауылға да бара алмаймын деп жылағанда тығырыққа мен тірелгендей болдым. Мән жайды естіген соң, далада қалдырып кетуге жүрегім шыдамады. Ағам мен жеңгем бар тапқан дүниелерін дәріге, емге жұмсап, тіпті шетелге қыруар қаржы жұмсап, бір перзентке зар болып жүргенде, Құдайдың берген баласын далаға тастап кеткен қатыгез әкесіне қатты наладым. Не де болса көрейін деп, Ақмаралдың сөмкелерін көтеріп, өзін ертіп, ағам мен жеңгеме келдім. Есікті ашқан ағам басында түсінбей қалды. Бірақ Ақмаралдың түрін көрді де сәлемдесіп, арғы бөлмеге өтіп кетті. Мен үйге кіргізіп, жеңгем шай тамағын дайындап, Ақмаралды жақсы қарсы алды. Әбден қарны ашып, уайымнан шаршаған Ақмарал тамақ шайды ішті де ұйықтап қалды. Ағам мен жеңгемді шақырып, естіген бар әңгімемді айтып бердім. Екеуі де қызға жан ашып, еш қарсылықсыз үйде тұруына келісім берді. Ақмарал бұл жаңалыққа қуанып, ағам мен жеңгеме қайта-қайта алғысын айтты. Ақмарал екеуміз сабаққа бірге барып келіп жүрдік. Ақмаралдың босанатын күні жақындаған сайын іші де дөңгеленіп, сұлулана түсті. Бәріміз оның жағдайын жасап, бәйек болып жүрдік. Ақмаралда рахметін айтудан жалықпайтын. Бұл кезде Ақмаралдың күтіміне кіріскен ағам мен жеңгем ажырасу туралы ұмытып та кеткен еді. Жеңгем болса Ақмаралдың ішін сипап, өзіне жұғысты болсын деп ырымдап жүретін. Уақыт зуылдап өте берді. Ақмарал күндіз бізбен көңілі бөлініп, көңілді жүргенімен, түн ұйқысы таңға дейін көз жасы көл болып жылап шығатын байқайтынмын. Бейшара қыз таңға дейін ағыл-тегіл жылаушы еді. Көрпемнен дыбысымды шығара алмай
қатты қысылатынмын. Ана жігерсіз жігітті танымасам да жек көріп кететінмін. Барлығын біліп, сезіп жатсам да, қалың ұйқыда жатқандай білдірмейтін едім. Мен оянсам, оған қиын тиетінін сезетінмін. Ақмаралдың жігіті сол кеткеннен мол кетті. Хат та, хабар да жоқ. Өмірде сондай санасыз, ойсыз жігіттердің бар екені қандай жаман. Мәңгілік өмір сүретіндей, жап-жас қыздың обалына қалудан қорықпайтын жігіттерге сөзім жоқ. Сөйтіп жүріп, Ақмарал айы күні жетіп, өмірге шекесі торсықтай ер бала келді. Ағам мен жеңгем зыр жүгіріп, керекті заттарын артығымен әкеліп берді. Перзентханадан да өзіміз шығарып алдық. Шаңырағымыздан сәбидің жұпар иісі аңқып, іңгәлаған даусы бізге ерекше сезім сыйлады. Уақыт өте берді. Жеңгем Ақмарал мен сәбиге ерекше қамқорлық көрсетті. Ақмаралда жақсы күтімнің арқасында өз-өзіне тез келіп, бұрынғыдан да құлпыра түсті. Диплом алатын уақытта жетіп, екеуміз де бірге диплом алдық. Ақмарал Қарағанды өңірінің қызы болатын. Қарапайым ғана шаруаның қыз екенін байқаушы едім. Диплом алған соң әкесі Ақмаралға ауылға қайт деп хабарласты. Ақмаралдың қайтатын уақыты жақындаған сайын ағам мен жеңгемнің жағдайына алаңдап тығырыққа тіреле түстім. Осылай уайымдап жүрген уақытымда Ақмарал: «Аға, жеңеше, сіздерге айтар алғысым шексіз. Менің бір өтінішім бар еді. Мен баламды көтеріп барсам, әкем мен бауырларымды, екінші анамды жерге қаратқандай болам. Мен сіздердің қаншалықты балажан, мейірімді екендеріңізді білем. Танымайтын, айдаладағы маған жасаған қамқорлықтарыңызды еш уақытта ұмытпаймын. Егер әкесі де белгісіз айдаладағы біреу деп айтпай келіссеңіздер, баламды сіздерге бергім келеді. Егер асырап алам десеңіздер», деді. Мұндай күтпеген жағдайдан барлығымыз есеңгіреп, абдырап қалдық. Сол мезетте ағам орнынан ыршып тұрды да, «Иә, әрине» деп айғайлап жіберді. Ал жеңгемнің қуаныштан тілі күрмеліп, сөйлей алмай қалды. Баланың зары өткен екеуі бір-бірін құшақтап жылап жіберді. Бұны көрген Ақмарал екеуміз де жылап, әрі-сәрі күй кештік. Ағам мен жеңгем Ақмаралға қайта-қайта алғысын айтып, екеуі де жылап, балаға бір, Ақмаралға бір қарап, қызық күйде болды. Өмірімізге бір нұр түскендей керемет күндер басталды. Бұл түні біздің үйде ешкім ұйықтамады. Ағам мен жеңгем балалы болдық деп қуаныштан жыласа, Ақмарал ұлына қамқор атана табылғанына жылап қуанды. Ағам мен жеңгем ұлдарына Ақтілек деген есім берді. Ағам мен жеңгем Ақмаралға әр күн алғыс айтып, Алланың жіберген сыйы дейтін. Бұған мен де себепкер болдым деп іштей қуанатынмын. Уақыт өтіп, Ақмаралдың қайтатын күні келді. Жеңгем Ақмаралдың отбасына қымбат сыйлықтар алып, өзіне киім-кешек, бағалы сыйлық сыйлап, жол пұлын төлеп, ақшасын беріп, жолға, Қарағандыға шығарып салдық. Ақмарал да ризашылығын айтып, көзіне жас алып, хабарласып тұрамын деп, пойызда қайта-қайта қол бұлғап, еліне қайтты. Тіршілік жалғасып, уақыт өте берді. Арада зуылдап, уақыт шіркін өте берді. Ағам мен жеңгем туыстарды шақырып, ұлан асыр той жасады. Бұл тойға ағам мен жеңгеме тілекші болған туыстар, жақындар, көршілер, ауылдастар, жора жолдастарда есеп болмады. Той керемет өтті. Білесіз бе, Алланың құдіреті шексіз ғой. Ақтілек бізге ұқсайтын. Ақмарал сары қызы болатын. Ақтілек болса, біз сияқты бидай өңдеді. Ағама көздері, жеңеме түр әлпеті ұқсас көрінетін. Тіпті көшеден танымайтын көргендердің өзі айтып қалатын. Біз мұны естігенде тек жымиып, бір-бірімізге қарап күлетінбіз. Ақмарал еліне аман есен жетті. Пысық білімді қыз жергілікті емханаға мамандығымен жұмысқа тұрыпты. Бар уақытын жұмысына арнаған ол қызметінде өсіп, бір емхананың беделді маманына айналыпты. Үнемі хабарласып, жағдай сұрасып тұрдық.
Маған әркез алғысын айтатын. Тұрмыс құру туралы айтсам, сенген, сүйген адамы сенімін ақтамаған соң көңілі қалған ба, басқа әңгімеге айналдыра салатын. Ағам мен жеңгемде Ақтілекке Ақмарал туралы үнемі айтып, хабарласып отырды. Бұл туралы оның бауырлары, әке-шешесі білмеді. Оның қажеті жоқ деп айтқан Ақмарал болатын. Ақтілек Ақмаралды мен сияқты тәте, әпке деп айтатын. Ақтілек өте тынық, ақылды бала болды. Еркелеткенімен есіріп кетпейтін. Мен де мамандығымен мектепте жұмысқа тұрып, 2 жыл жүрген жігітіме тұрмысқа шықтым. Ақмаралдың оқиғасы миыма қалған соң ба, жігіттерге тым қатал болдым. Әбден мазасын алып, мінезімді көрсетіп, тексеретін едім. Оған кейбір көңілі бар жігіттер түсінбей, басқаша ойлап, хабарсыз қалатын. Мен қуанбасам ренжімейтін едім. Бір күні кітапханада отырсам, жаныма бір жігіт келіп, оқып отқан кітабымды сұрады. Мен жақтырмай, жалғыз осы кітапқа жабысып қалдыңыз ба десем, басқаларын студенттер бірлесіп оқып отыр екен. Бұл жігіт бізден бір курс жоғары оқитын студент екен. Екеуміздің саламыз бір болғандықтан тез тіл табысып кеттік. Өте білімді, артық сөзі жоқ, салмақты мінезін ұнаттым. Арада 2 жыл өткенде үйленуге ұсыныс жасады. Мен қуана келістім. 2 жақ келісіп, құдаласып, тойымыз өтті. Ағам жеңгеммен бір қалада тұрып жаттық. Ағамның үйіне барған сайын Ақтілекті құшақтап, ойнатып қайтатынмын. Ағам мен жеңгемнің отбасына сәби келгелі жақсы жаңалықтар көбейді. Ағам балалы болған соң көңілі бір ыңғайланды ма, жұмысында жоғары жетістіктерге жетіп, лауазымды қызметке ауысты. Бауырларына көмек көрсетіп, бірінен кейін бірін жұмысқа тұрғызды. Оқуын оқытты, әке-шешеміздің отырған жеріне жаңадан үй салып, жағдайларын жасап берді. Жыл сайын жаз айында курорттарға апарып, емдетіп, денсаулықтарын тексеріп тұратын. Жеңгем де жұмыстан шығып, бірыңғай балаға қарап үйде отырды. Әр демалысында Ақтілекті ертіп, ата-анамызға келіп, қызметін жасап кететін. Мен жеңгемнің әрбір мінезін бойыма сіңіріп, ата-анеме жеңгемдей қызмет етуге ұмтылдым. Аллаға әркез осындай жеңге бергеніне алғыс айтатынмын. Әлі де айтам. Ақмарал Алматыға келген сәтінде ағамның үйіне соғып, Ақтілекті құшақтап, бірге ойнап қыдыратын еді. Ағам да жеңгем де еш қарсылық танытпады. Ақмаралдың еш қызғанышсыз, тап-таза көңіліне қарап, пенде емес, періште дерсің. Ағам мен жеңгем де тек алғысын айтып кететін. Ақтілекті баласындай емес, жақын бауырындай көрген бір қызық қарым-қатынас еді. Арада біраз уақыт өткен кезде Ақмарал қалта телефоныма хабарласып, тұрмысқа шығатынын айтты. Мен бұл жаңалыққа қуандым. Сол қуанышына ағам мен жеңгемді, Ақтілекті, бізді шақырған екен. Ақмарал тұрмысқа шығатын болып, ағам мен жеңгемді бізді тойына шақырды. Бірақ айы күнім жетіп отырғандықтан ата-енемнен, жан-жарымнан ұялып бара алмадым. Ағам да біз барамыз, денсаулығыңды күт деді. Ағам мен жеңгем Ақтілек үшеуі барып, тойына қатысып қайтты. Тойдың жақсы өткенін, жақсы қарсы алып, жайғарғанын және Ақмаралдың барған жерінің өте жақсы, күйлі тұратынын жеңгемнен естідім. Ақмаралдың ортасында сыйлы екеніне қуанып келді. Жан-жары да өзі сияқты медицина маман екен. Қалай танысып, сөйлесті екен деген әйелге тән қызығушылық мені де уысына түсірді. Ақмаралдың түскен фотоларын көріп, өте бақытты жүзіне қуандым. Алладан бағы жансын деп тілек тіледім. Араға сәл уақыт салып, мен де ана атандым. Аман есен сәбиімді өмірге келдім. Ата-енем, күйеуім қуанып, перзентханадан әндетіп, думандатып шығарып алды. Ана болудың ерекше сезімдерін бастан кешіп, бақытты күйге түстім. Аппақ жеңгем тамағын, бар тәттісін арқалап, жанына Ақтілекті ертіп, перзентханаға келіп тұрды.
Ауылдағы әке-шешем, бауырларым құттықтап жатты. Арада бір ай өткен соң тұңғыш немерелеріне арнап атам үлкен той жасады. Ауылдан әке-шешем, ағаларым, жеңгем, бауырларым келді. Маған айтпай тосынсый жасап Ақмарал мен күйеуі де келді. Оларды көріп мәз болдым. Жақыным болмаса да, туғанымнан артық болып кеткен осы бір сары қыздың мен үшін орны ерекше еді. Кім шақырды, қалай келдіңдер деп сұрап жатырмын ғой. Сөйтсем, ағам Ақмарал мен күйеуін маған айтпай шақырыпты. Ағам айтпаса, сенің шақыруға уақытың да жоқ сияқты ғой. Мені бұлай тез ұмытып кетеді деп ойламадым деп әзілдеп жатыр. Оларды көріп мәз болдым. Ақмаралдың жары өте иманды, түрі келбеті келіскен, мәдениетті жан екен. Ал Ақмарал болса, бұрынғыдан да сұлуланып, келбеті келіскен, әп-әдемі келіншек болыпты. Жұмысынан демалысқа шыққан екен. Бір кезде Ақмарал жеңгем екеуі баламды емізіп отқанда қасыма келді. Үшеуміздің әңгімеміз жарасып, сөйлесіп жатырмыз. Жеңгем үшеуміз бесіктің жанында оңаша қалғанымызда Ақмарал жаңалығы бар екенін айтты. Жеңгем екеуміз қуанып, бетінен сүйіп құттықтадық. Ақмаралдың көңілі босап, көздері жасқа толды. Оған қарап жеңгем екеуміздің де көздеріміз жасқа толды. Үшеуміздің үнсіз сәтімізді жеңгеме еркелей кірген Ақтілектің тәтті даусы бұзып жіберді. Ақтілек жеңгеме еркелеп құшақтады. Ақмаралға қарасам, жеңгеме риза көңілмен қарап отыр екен. Өмірде қызық біткен бе, жеңгем мен Ақмаралға, Ақтілекке қарап отырып, Аллаға шүкіршілік еттім. Той ойдағыдай аяқталып, туыстар үйлеріне тарқасты. Үйімді реттеп, балапан мен отбасымның жағдайын жасап, күнделікті тірлігім жалғаса берді. Ақмаралдар тойдан кейін Қарағандыға қайтпай, Алматыда туыстарының үйін аралап, қыдырып қалыпты. Ақмаралдың күйеуімен менің жарым танысып, жақсы араласып кетті. Екеуі бір-бірімен хабарласып отырды. Бір күні кешке, айым, бүгін Ақмарал мен Талғат Қарағандыға қайтады екен, шығарып салсақ деді. Үйде зергіп отқан маған әрине ұнап қалды да, қуана-қуана дайындалдым. Екеуміз киініп алып, машинамызға отырдық та, Талғат пен Ақмаралды үйлерінен алып кеттік. Жолда Талғат пен Ақмарал ағамның үйіне кіріп, қоштасып шығайық деп айтты. Олардың үйіне кіріп, сәлемдесіп шықтық та, қыдыруға кеттік. Тауға шықтық, киноға бардық, кафеге бардық. Керемет демалыс болды. Ақмарал екеуміз оңаша қалғанда, Талғат екеуінің қалай танысқанын білгім келіп сұрақ қойдым. Ақмарал да бір күлді де, айым қалайша сұрамай жүр деп едім деп бастап кетті. Айым, менің өмірім өзіңе аян ғой. Қарағандыға барғаннан әкем мен бауырларым күтіп алды. Жұмысқа тұрғызды. Жұмысымды жауапкершілікпен, адалдықпен жасадым. Бәрі білімділігіме қызығатын. Әрине, қолымда сұраушылар көп болды. Жұмысы бар, түрі келіскен қыздан кім бас тартсын. Үйге келіп әкеме сөйлескендер де аз болмады. Бірақ менің ішімдегі шеменді, мұңды ертетін ешкім кездеспеді. Әкем де мені асықтырмады. Уақыт өте берді. Еңбек қорлығым үшін басшылық қызметімді жоғарылатты. Мен тұрған аумақ орталықтан алыстау болған соң, көп уақытым жолда өтетін. Күн демей, түн демей науқастарды бақылап, жағдайы ауырларды орталыққа жеткізіп, тыным таппайтынбыз. Сондай сәттің бірінде жанымнан Талғат табылатын. Ол ұжымда беделді хирургтердің алдыңғысы еді. Маған өзгелер секілді әзілмен, қалжыңмен тиіспей, үнсіз көмектесіп жүретін. Көлік керек кезде күн демей, түн демей, артық сөйлемей, қажет жеріме апарып тастайтын. Артық қимылы да, сөзі де болмаған соң, өзімде қызығушылық пайда болып сөйлесе бастадым. Солай-солай арамыз жақындай берді. Таныса келе өте салмақты, сенімді, сабырлы жан екенін сездім. Ұнаттым, ғашық болдым. Жүрегіме көктем келгендей болды деп күліп әңгімесін аяқтады. Анандай жерде отқан жан жарына қараған көзқарасынан Талғатқа деген сезімінің шынайылығын көрдім. Ақмарал бір кезде айтпақшы айым, саған бір нәрсе айтайын ба деп қалды да үнсіз қалды.
Не болды десем үндемейді. Мен қайта-қайта қоймаған соң айтуға бел буды. Сен ренжімейсің ғой, иә? Мен Талғатқа бәрін айтқанмын деді. Қалайша, бәрін біле ме? Иә, ештеңені жасырмадым, ішіме сыймады. Ар алдында таза болғым келді деп басын төмен түсірді. Мен шошып кеттім де, енді не болады? Қалай қабылдады десем, бәрі дұрыс. Өмір болған соң алдымызда не күтіп тұрғанын білмейміз. Сенің еш нәрсені жасырмаған пейіліңе рахмет. Мен сені сүйем. Сенің өткенің мен үшін аса маңызды емес. Өткенімен емес, қазіргімен өмір сүрейік деп жауап берді. Талғаттың азаматтығына іштей алғыс айтып, басым дейдім. Құрбымды құшақтап, екеуміз бір жылап алдық. Сол сәтте келіп қалған жұбайларымыз бізді әзілге айналдырып, күлкімен аяқтадық. Талғат пен Ақмаралды пойыздарына қимай шығарып салып қоштастық. Уақыт жылжып, тіршілік жалғасты. Күйбең тірлік өз дегенін жасап, мамыражай өміріміз жалғаса берді. Бір күні жеңгем қалта телефоныма хабарласып, Айымжан, саған бір нәрсе айтуым керек деп, даусы дірілдеп тұр. Мұндайым бірінші рет естіген менің ойым сан-саққа кетті. Жеңге, не болды, аманшылық па? Ағам қайда? Ақтілекке бір нәрсе болды ма? Не болды деп қоймай жатырмын. Аяқ қолым қалтырап, жеңеше деп жатырмын. Айтсаңызшы, аманшылық па? Не болды? Жеңеше. Ол болса жылап айта алмады. Сөйтсем, Алланың құдіреті араға 10 жыл салған жеңгемнің аяғы ауыр екен. Мен бұған я сенерімді, я сенбесімді білмей тұрып қалдым. Не деген қуаныш, не деген бақыт. Бұл жаңалықты естігенде жыламаған бауырым, жақыным қалмаған шығар. Әрине, біреуге қызықты бір хикая болар. Бірақ біз үшін бұл жаңалық жаңа бір материк ашқандай еді. Жеңгеміз екеуміз телефонның екі жағында ағыл-тегіл жылап алдық. Алланың шеберлігіне шек жоқ қой. Алладан үмітіңізді, күдеріңізді үзбеңіз. Өмірде бәрі мүмкін. Ең бастысы үміт үзілмесін. Қазіргі уақытта Ақмаралдың 4 перзенті бар. Ал жеңгемнің Ақтілектен бөлек 5 перзенті бар. Соңына дейін тыңдаған жандар, Алладан сұраған әрбір тілегіңіз, дұғаңыз қабыл болсын.